Сәлем YouTube, дәл қазір көріп отқаныңыз Техноказ арнасы, ал мен Алибек. Сонымен бүгінгі видеомыз атауынан да белгілі болып тұрғандай, Samsung компаниясының 5 август болып өткен Samsung Unpacking 2020 презентациясы жайлы болады. Бұл презентацияда Samsung бірден 4 техника ұсынды. Олар әрине Samsung Galaxy Note 20 және 20 Ultra смартфондары, Galaxy Tab S7 және S7 Plus флагманды планшеттері, Galaxy Buds Live наушниктері және ақылды Galaxy Watch Series 3 сағаттары. Жеке мен осылардың ішінен тек Samsung Galaxy Note 20 және 20 Ultra'ны күткен едім. Қалғандар оншалықты қызық болмайды деп ойлаған едім. Ойлағанымдай қалғаны онша қызық болмады, сондықтан бүгін тек Samsung Galaxy Note 20 және Ultra версиясын таныстырамын. Егер сіз қалған ұсынылған гаджеттерді де таныстыр десеңіз, комментарийге таныстыр деп жазып кетіңіз. Дәл осындай комментарийден 10 жиналса, алдағы уақытта жаңа видеоларда таныстыратын боламыз. Сонымен Samsung Galaxy Note 20-да не өзгерді? Дизайнына респект, өте әдемі шыққан. Әсіресе арқа панельдегі камера блогы Samsung S20 сериясына қарағанда әдемірек етіп өзгертілген. Алдыңғы панель болса өзгеріссіз қалған. Экран екі версияда екі түрлі. Жай Note 20-да Super AMOLED Full HD Plus болса, Ultra версиясында ол Dynamic AMOLED 2X Quad HD Plus разрешениесімен және көлемінде де айырмашылық бар. Note 20 6.7 дюйм болса, Ultra версиясы 6.9 дюймді. Айырмашылық онымен бітпейді. Сурет жиілігі де кішісінде 60 Гц, үлкенінде 120 Гц. Айтарлықтай жаңалық ретінде екі смартфонда да барлық панель Gorilla Glass 7 стеклосымен қапталған. Процессор жағынан дым жаңалық жоқ. Сол баяғы Samsung S20 сериясына қойылған Exynos 990 чипсеті де осында қойылды. Камера жағына бірнеше өзгеріс кіргізілген. Олардың бастылары лазерный автофокус. Ол видео түсіру уақытында автофокустың жылдамдығы өте жоғары болады дегені. Және де 8К форматта видео түсіргенде кинодағыдай 21:9 қатынаста түсіру мүмкіндігі де бар. Аккумулятор. Ал батареясына келсек, жай ғана Note 20 4300 мАч-ға ие, ал Ultra версиясы болса 4500 мАч-ға ие. Ал енді ең қызығы, осынша технологияның бағасы Қазақстанда қанша болады деген сұрақ туындады ма? Айтайын, әзірге бұл смартфондар тек предзаказға ғана бар. Олардың құны Note 20 128 гигабайттығы 600 мың теңге, Note 20 Ultra 700 мың теңге, Note 20 Ultra'ның 512 гигабайты топовый версиясы 800 мың теңге. Әрине талдау бізден, таңдау сізден. Егер видеомыз бір пайдаңызға жараған болса, қолдау ретінде достарыңызбен видеомен бөлісіп, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін қош, сау!